Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге пайдам тиіп жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бүгін аяқ-қолдың мұздау себептеріне тоқталатын боламын. Не үшін аяқ-қолымыз мұздайды? Кей жағдайларда табиғи болуы мүмкін. Олар әрқашан алдымен суықты сезеді және соңынан жылиды. Бұл өмір сүру механизмінің маңызды элементі болып табылады. Біз суық ауа райына тап келсек, ми аяқ-қол тамырларының тарылуын мәжбүр етіп, қан айналымын шектейді. Бұдан қан қатты салқындамайды да, маңызды болған ішкі ағзалардағы жылудың сақталуына көмектеседі. Бірақ кейде күн ыстық уақытта аяқ-қолдарымыздың мұздап тұрғанын сеземіз. Мұндай жағдайда кей ағзалардың дұрыс жұмыс істемеуінен болады. Мазасыздық пен күйзеліске түсу. Күйзеліске түсу кезінде ағза оған жауап ретінде адреналин бөле бастайды. Бұл гормон денені жүгіруге және соққыға дайындайды. Ағзадағы қан айналымының жедел тарылуы ағзаның оқыс жағдайға дайындалуының бір көрінісі. Мысалы, жүгіру соққы кезінде аяқ-қолыңыз жарақат алса, қан тарылу әсерінен көп қан жоғалтпайсыз. Бұл өміріңіздің сақтайтын маңызды факторлардың бірі болып саналады. Еміне тоқталатын болсақ, ең маңыздысы көбірек демалу және жүйкені тыныштандыру. Күйзелістен арылсаңыз, аяқ-қолыңыз тез арада қайтадан жылай бастайды. Екінші, қан айналымына қатысты проблемалар. Қанның дұрыс айналмауы. Бұл қол-аяқтың мұздауының ең көп таралған себептерінің бірі. Қан айналымының нашарлауына түрлі факторлар ықпал етуі мүмкін. Мысалға, варикозды тамырлар, қан тамырларының бітелуіне әкелетін холестериннің жоғарылауы, яғни глюкоза, темекі шегу, сонымен қатар жүрек, қан тамыр аурулары, қозғалыссыз өмір салты, осылар жатады. Еміне тоқталатын болсақ, егер аяқ-қолыңыз жиі мұздап қала беретін болса, дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Дәрігер қан айналымы бұзылуының себебін анықтайды, қажетті ем тағайындайды. Келесі, темір тапшылығы анемиясы. Қандай гемоглобин тапшылығы қолдарыңыз бен аяқтарыңыздың үнемі суық болуының негізгі белгілерінің бірі. Еміне тоқталатын болсам, темірдің жетіспеушілігі әдетте әлсіздікпен, тез шаршаумен, шаш пен тырнақтың сынуы арқылы білінеді. Егер осы белгілерді, сондай-ақ аяқ-қолдың мұздағанын байқасаңыз, дәрігермен кеңесіңіз. Ол қан анализінің нәтижелеріне негізделген диетаны немесе нақты дәрі-дәрмектерді тағайындауды ұсынады. Келесі, қалқанша безі гормондарының жеткіліксіздігінен аяқ-қол мұздайды. Гипертиреоз қалқанша безінің гормонын әдеттегіге қарағанда көп бөле бастауы. Басқаша айтқанда, гипертиреоз гипотиреозға қарағанда қарама-қарсы ауру. Қалқанша безі гормондарының төмендеуі ағза жұмысын баяулатса, гипертиреоз кезінде ағза жұмысының қарқыны қатты артады. Гипертиреоз белгілері. Жүйке жүйесіндегі өзгерістерге келетін болсақ, ұйқысыздық, көңіл-күйдің аумалы-төкпелілігі, тершеңдік, әлсіздік, жүректің қатты соғысы, дірілдеу, әсіресе саусақтар қатты дірілдейді, көздің күп болып ісіп кетуі, көздің бір орынға қадай алмау, арықтау, іш өту. Жоғарыдағы осы белгілер біліне бастаса, міндетті түрде эндокринолог дәрігерге қаралу керек. Бұл ауру қатты асқынбаған болса, емделуге болады. Еміне тоқталатын болсам, консервативті емдеу түрі, препараттар көмегімен емдеу, радиоиодты терапия, радиоактивті иод көмегімен емдеу, хирургиялық емдеу, наркоз негізінде операция жасау. Көбіне бұл ауруға әйел адамдар шалдығады. Ал аяғы ауыр және бала емізіп жүрген әйелдерді гипертиреоздан емдеу өте қауіпті. Келесі, қант диабеті. Қант диабеті кезде де аяқ-қолымыз мұздайды. Көмірсутек, май, ақуыздың зат алмасуының созылмалы бұзылуы, яғни қанға көп мөлшерде қант түйіршігінің бөлінуі болып табылады. Диабет инсулиннің асқазан асты безінен жеткілікті мөлшерде бөлінбеуі салдарынан басталады. Инсулинсіз ағза қант түйіршігін өңдей алмайды. Соның салдарынан қанның құрамында қант мөлшері артады. Қандағы глюкоза артуы тамырларды тарылтады. Сол себепті қан айналуы баяулайды да аяқ-қол мұздай бастайды. Еміне тоқталатын болсам, қант диабетін растау үшін терапевтке хабарласыңыз.
Егер ауру диагнозы қойылса, дәрігер аяқ-қолдың мұздауының алдын алатын емдеу шараларын айтады. Бүйрегіміз ауырса да аяқ-қолымыз мұздайды. Бүйрек функциясының бұзылуы қан тамырларының қысылуын және қан айналымының бұзылуын тудыратын ісінуге әкелуі мүмкін. Бұл ең алдымен аяқ-қолдардың ісінуіне және мұздауына алып келеді. Еміне тоқталатын болсам, дәрігерге хабарласыңыз. Ол сіздің бүйректеріңіздің тексеруге көмектесетін тестілерді тағайындайды. Қажет болса, ол ісінуден және басқа жағымсыз белгілерден арылуға көмектесетін дәрі-дәрмектерді тағайындайды. Ұйқының бұзылу салдарынан да аяқ-қолымыз мұздайды. Ұйқысыздық метаболизмді және қан айналымын баяулатады. Қан ағымының баяулауы басқалармен қатар аяғымызды мұздауына алып келеді. Еміне тоқталатын болсам, ұйықтап күніне кемінде 7-8 сағат демалуға тырысыңыз. Бұл аяқ-қолдарды жылытуға ғана емес, сонымен қатар жалпы әл-ауқат пен денсаулыққа пайдалы. Келесі анорексия. Анорексия ағзаның тағамдық орталығы қызметінің бұзылуы салдарынан тамақтануға физиологиялық қажеттілік бола тұра тәбеттің болмауы. Анорексиядан туындауы майлы тіннің болмауы ағзадағы жылуды ұстап тұруды қиындатады. Ми өмірлік маңызды органдардың жұмыс істеуі үшін қажетті температураны ұстап тұру үшін қоршаған ортада аяқ-қолдарда қан айналымын шектейді. Еміне келетін болсақ, аяқ пен қолдың мұздап қалуынан басқа белгілері жеткілікті. Олардың негізгісі салмақ жоғалту. Егер сіз мұны байқасаңыз, ауру асқынып кетпеуі үшін жедел түрде терапевті көмегіне жүгініңіз. Достар, осымен аяқ-қолдың не себепті мұздайтыны туралы ақпаратты менен біле алдыңыздар деп ойлаймын. Егер сіздерге видеоларым ұнап жатса, лайк, комментарий жазып тіркеле отырыңыздар.